Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. A warm welcome to the United Nations Day celebration in Kazakhstan. Біріккен Ұлттар Ұйымы күні мерекесіне баршаңызды қош келдіңіздер. Мы рады приветствовать вас на праздновании Дня Организации Объединенных Наций в Казахстане. 24 қазан Біріккен Ұлттар Ұйымының күні. Иә, дәл осы күні сонау 1945 жылы Біріккен Ұлттар ресми түрде құрылған еді. Менің ойымша қазақстандықтардың көбі Біріккен Ұлттар Ұйымымен етене таныс. Олар логотипті өте жақсы таниды. Тіпті Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм сынды ерікті елшілерден хабардар. Бірақ дегенмен де Біріккен Ұлттар Ұйымы адамзат үшін нені білдіреді, нені меңзейді? Жалпы Марат өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Ендеше сені сынап көрейікші, жалпы Біріккен Ұлттар жұмысы бойынша қаншалықты хабардар екенді сынап көрейік. Тұрақты даму мақсаттарын білесің бе? Тұрақты даму мақсаттарының Біріккен Ұлттар Ұйымында 17 бағыты көрсетілген. Дұрыс, олардың барлығын жатқа айта аласың ба? Енді оны жатқа айту дәл қазір мүмкін емес шығар, дегенмен де бәріміз үшін маңызды. Ол адам денсаулығы, қалалардың тұрақтылығы, адамзаттың әл-ауқаты, тағысындағы кете береді. Солардың арасында біздің бүгінгі шарамызға аса маңызды біреусі бар. Иә, аса маңыздысы ол әрине де ерекше жандарға әрқашан қолдау білдіру. Сонымен қатар адамдардың арасындағы қандай да болсын теңсіздікті жою болса керек. Жарайсың, Марат. Dear friends, indeed today we focus especially on SDG 10, on reducing inequalities, as the main target of the United Nations country team is helping the most vulnerable, leaving no one behind. Иә, Эльнара, сізге қарасам, тура сол тұрақты дамудың Біріккен Ұлттар Ұйымында көрсетілген 17 бағытының нағыз маңызды түстері, яғни барлық түстері көрсетілген сияқты. Тамаша. Көп рахмет, Марат. Иә, сонымен қатар биыл Роза Мұқанованың 100 жылдық мерекесі ЮНЕСКО деңгейінде халықаралық мерейтойлық күндер тізіміне енгізілген болатын. Сондықтан Роза Тәжібайқызының бай мәдени мұрасына тағзым белгісі ретінде бүгінгі киім үлгісі осындай. Dear ladies and gentlemen, it is quite symbolic that this year, for the first time, we celebrate the United Nations Day with the language of the theater art. Да, дамы и господа, на самом деле язык искусства универсален и служит мостом взаимодействия между разными культурами. Тем более в этом году проект проходит под эгидой 30-летия со дня вступления Казахстана в ООН. И сегодня это уже история, которую мы предлагаем посмотреть вместе. Құрметті достар, біз әрқашанда адам мүмкіндіктері, шығармашылық пен дарындылықтың қуатына аса құрметпен қараймыз. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі кештің жүргізушісі, Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы баспасөз қызметінің басшысы, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы Эльнара Байназарова. And I would like to introduce my co-host tonight, a prominent singer, TV anchor, and the master of ceremony, Marat Айтынбай. Шынында да, құрметті ханымдар мен мырзалар, күн сайын Қазақстанның тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуде аянбай еңбек етіп, қолдау көрсететін ол әрине де Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметкерлері. Да, на сегодняшний день в нашей команде работают почти 400 человек. В Казахстане ООН состоит из 27 различных агентств, которые ежедневно работают, чтобы улучшить сферы образования, здравоохранения, прав человека, расширения прав и возможностей женщин, инклюзивности сельского хозяйства и так далее. Оған қоса биылғы жыл Біріккен Ұлттар мен Қазақстан әріптестігі үшін аса ерекше белес. Олай болса сахнаға ресми өкілдерді шақырайық. Сонымен, салтанатты құттықтау рәсімі үшін Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Қайрат Ермекұлы Омаров мырза және Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысы Микаэла Фриберг Стори ханымға сөз берді. For the welcoming speakers, we'd like to introduce to the stage the first Deputy Foreign Minister of the Republic of Kazakhstan, His Excellency Kairat Umarov, and the United Nations Resident Coordinator in Kazakhstan, Her Excellency Mikaela Friberg Story, please.
Үйдегі кісілер ханым, құрметті жоғары мәртебелі елшілер, әріптестер, қонақтар. Біз бүгін осындай керемет кеште Біріккен Ұлттар Ұйымы күнін атап өту үшін жиналып отырмыз. Биыл Қазақстанның буыдағы бешілігіне 30 жыл болғанына байланысты бұл күн біз үшін ерекше шаттық сыйлауда. Осындай орайлы сәтті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі атынан баршаңызды осы мерекелі күнмен құттықтауымды қабыл алыңыз. Dear ladies and gentlemen, the United Nations was established on October 24th, 1945, after the Second World War, at a crucial time when the world was in need of a decisive action towards recovery. The UN was and still is the only platform to maintain international peace and security, developing friendly relations among nations, promoting sustainable development and social progress, better living standards and upholding human rights. 30 years ago, on March 2nd, 1992, the Republic of Kazakhstan joined the United Nations as a full-fledged member of Community of Nations. Kazakhstan has been pursuing a balanced, predictable, and constructive foreign policy, and our country is fully committed to supporting the central role of the UN in solving pressing global issues. During those years, our country has been developing strong ties with the United Nations. The recent visit of President Tokayev to New York to participate in the 77th UN General Assembly high-level general debates and his bilateral meeting with the Secretary General Antonio Guterres highlighted ever-growing and wide-ranging ties. Дорогие гости, ООН остается неотъемлемой частью и универсальной организацией нашего мирового порядка, которая служит интересам и нуждам всего человечества. Казахстан твердо привержен мультилатерализму и будет и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление роли и авторитета ООН. Sustainable development is inclusive, leaving no one behind. Tonight's Layla's prayer performance, staged by the Qanattylar inclusive theater, is one of such examples. Хотел бы поблагодарить сегодня администрацию этого прекрасного драматического театра, а также талантливых актеров Qanattylar за то, что они представят нам сегодня в этом современном здании прекрасный спектакль. Я хотел бы пожелать всего самого хорошего команде Qanattylar. On behalf of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, let me once again congratulate the UN country team led by Resident Coordinator Mikhaila Friedrich-Story and all those who share noble goals of this global organization with UN Day and wish every success in your activities aimed at improving lives of people all around the world. As a sign of special appreciation of Kazakhstan-UN partnership and our 30th anniversary in the UN, I am pleased to announce that we initiated the issuance of a special postal stamp and commemorative coin dedicated to that day. They will be presented to you shortly. Thank you for your attention. Mikhail, of course, the floor is yours. Thank you, Nora. Hörmətli hanımlar və mərsalar, welcome to the UN Day. Your
Excellencies, ministers, representatives from the government, dear UN colleagues, ladies and gentlemen, all our partners that are here today. The United Nations is the product of hope and determination. For over 75 years, the United Nations has brought together countries and people to bring peace, human rights, and sustainable development for all. I am glad that so many of you have come here today to celebrate the United Nations and to honor Kazakhstan's 30th anniversary as a member in the organization. Today, the United Nations is being tested like never before. Today, the United Nations is needed like never before. As the world is recovering from the pandemic, we are also facing wars, bringing suffering to millions of people. But we know what to do. We need peace. We must enhance global solidarity and reduce inequalities. We must save our planet. We must secure human rights and dignity for all men, all women, all boys and girls. We must leave no one behind. This we have promised ourselves in the Sustainable Development Goals in Agenda 2030. Dear friends, Kazakhstan has been a strong and active member of the United Nations for 30 years. Over this time, we have forged a strong partnership in pursuit of peace and stability in the region and the world. Kazakhstan's commitment to advance multilateralism through new innovative approaches is clear. Kazakhstan's support to the fundamental principles of the UN Charter is evident. And Kazakhstan's contribution to peace and security has been manifested through the unique role that the country has played, not least in nuclear disarmament, non-proliferation, contribution to peacekeeping, and of course, as a non-permanent member in the United Nations Security Council. Congratulations, Kazakhstan. Today, Kazakhstan hosts 27 UN agencies, funds and programs, and we are proud of our partnership that we have with Kazakhstan. We have implemented over the past 30 years thousands of projects and programs for the development of the country. And we stand here today, and we have currently some around 200 programs and projects, and they're being implemented by the UN family, by our dedicated staff, many of whom are here today, so a special thank you for your work. Through our current 5-year UN Sustainable Development Cooperation Framework that we have with the government, we are focusing on primarily 3 entry points. First, we empower people with knowledge and skills. Secondly, we support building Kazakh institutions so that they can serve the people of Kazakhstan. And thirdly, we protect the environment and work to support an inclusive economic growth. All of this underpinned by a strong dimension of human rights. Our results could not have been achieved without a strong partnership with the government, of course, but also with civil society, with private sector, and by individuals who are dedicated. These partnerships are visible also here today. As the UN country team has come together to make this evening possible, I would like to specifically also thank, of course, the Kazakh Drama Theatre for supporting us with these beautiful premises. And I would also like to thank the Minister of Foreign Affairs for their generous support and for co-hosting this event with us. And of course, I would like to thank the Qanattylar Inclusive Theatre, who will present their astonishing play here tonight for us. Today, we celebrate the UN Day
through the wonderful language of theatre, of art. Because we know that art builds bridges. Ladies and gentlemen, I started by saying that the UN was built on hope and determination. We need that hope, and we must show that determination. I wish you all peace, prosperity, and happiness. Birken Ultar Kuni Kutur Bolson. Thank you for inspiring speeches. Thank you very much. Көп рахмет сіздерге. Your Друзья, Excellencies. а я хочу вам напомнить, что для ваших публикаций в социальных сетях сегодняшнего вечера не забывайте ставить хэштег UND2022, а также отмечать страницу UN in Kazakhstan. Биыл жалпы мерейтойлық жыл болғандықтан хабардарлықты арттыру мақсатында арнайы пошта маркасымен тиын шығарылды. Вау, керемет. Жалпы Марат бір дәстүрлі хобби болып көрінгенімен, жалпы өзім бір эксклюзивті марка тиындарды жинақтауды ұнатамын. Себебі мен ойымша адамзат ең бір маңызды тарихи оқиғалар туралы сол тиынға соғылған бейнелер арқылы білген. Здорово. Я думаю, что сейчас нашим гостям очень интересно и не терпится увидеть дизайн наших юбилейных изданий. Without further ado, let me invite to the stage our dear partners, representative of Қазпошта company, Сауле Абылбаева, and representative of the National Bank of Kazakhstan, Алмат Басенов. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ендеше Қазпошта мен ұлттық банк өкілдерін сахнаға шақырамыз. Сөз кезегі Қазпошта компаниясының корпоративтік мәселелер бойынша басқарушы директоры Сауле Абылбаева ханымға беріледі. Сөз кезегі сізде. Добрый вечер, дорогие участники и гости мероприятия. Поздравляю вас с важным и значительным днем, 30-летием членства Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций. Позвольте поблагодарить организаторов и руководство ООН за честь участвовать на этом мероприятии. И хотелось бы сказать, что для национального почтового оператора это большая честь участвовать в данном мероприятии. К такому памятному событию АО «Қазпошта» выпустила юбилейную марку. Выпускать совместные марки с ООН – это уже добрая традиция для Қазпошты, и ранее были выпущены марки 50-летию и 60-летию ООН. Также хотелось бы отметить, что в этом году мы также выпустили марку к 10-летию участия в СВМДА и присоединению Конвенции по сохранению нематериального наследия. Данные марки являются итогом многолетнего сотрудничества в области международного взаимодействия, объединяющего наши государства. Уважаемые гости, поздравляю вас еще раз с таким значительным мероприятием, как 30-летие членства Республики Казахстан в ООН. Спасибо. Көп рахмет. Марка негізі ретінде байқасаңыздар, домбыра таңдалды, себебі қазақтың дәстүрлі домбыра күйі ЮНЕСКО материалдық емес мәдени мұра тізіміне енгізілген. А, друзья, хочу добавить, что для всех коллекционеров и ценителей марка доступна к покупке во всех отделениях Қазпошты на территории Республики Казахстан. Дамы и господа, следующее слово предоставляется главе управления дизайна банкнот и монет Национального банка Республики Казахстан Алмату Басенову. Добрый вечер. Ну, я тоже начну, наверное, с поздравлений от имени Национального банка. Я поздравляю всех нас, наверное, с этой значительной датой, 30 лет членства Казахстана в ООН. Кто-то когда-то сказал, уже не помню кто, что дипломатия – это искусство округления углов. И это нас роднит, производителей монет и дипломатов. Но если серьезно, то, конечно, дипломатия зачастую создает историю, а вот монеты их уже фиксируют. И это, конечно, не секрет, что очень много различных событий, выдающихся личности информация о них дошла до наших дней именно посредством монет. В разные годы Национальный банк уже выпускал монеты, посвященные юбилейным датам со дня учреждения ООН. Но вот сегодня хотелось бы представить монету, которая касается уже нашей новейшей истории,
И вот с выходом этой монеты это событие уже на многие века вошло в металлическую летопись нашей страны. Ну, два слова, наверное, о самой монете. Вот здесь она представлена на экране. Если она в руках, но, к сожалению, у меня, к сожалению, вы здесь, наверное, вряд ли что увидите, так что, наверное, лучше обратить внимание вот на экран. На реверсе монеты изображено официальное лого ООН, на фоне контура карты Казахстана. И дополнительным элементом дизайна, если вы обратите внимание, здесь изображение звезд, что символизирует принадлежность Казахстана к всеобщему, к сообществу равноправных стран, членов этой организации. Сегодня на фоне вот этих глобальных событий миротворческая роль Казахстана значительно возросла. И это связано, конечно, с событием, вернее, с желанием и чаянием многих государств и миллионов людей. И поэтому я верю, мы, наверное, все вместе верим, что здравый смысл и искусство дипломатии восторжествуют и победят. И в следующий раз вместе с вами мы выпустим уже новую монету, посвященную всеобщему миру. Еще раз всех с праздником и спасибо за внимание. Құрметті қауым, жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің 75 жылдан астам тарихында бейбітшілікті дамытуда қосқан үлесі үшін 12 мәрте Нобель сыйлығына ие болды. Действительно, работа в ООН – это служение высокому делу, имеющему отношение к судьбе всего нашего человечества. Но вместе с тем на этом пути мы сталкиваемся и со многими вызовами. Одно из недавних – дистанцирование, частичное закрытие театров, музеев, кинотеатров. Мне кажется, трудно представить, что может быть болезненнее для сферы культуры. Однако пандемия подарила нам много нового и интересного. Одно из них – создание инклюзивного театра «Qanattylar». И сегодня в этой архитектурной жемчужине столицы, Казахском музыкальном драматическом театре имени Қуанышбаева, будет представлена уникальная постановка по пьесе Розы Мұқановой. Достар, бүгін назарыңызға Орталық Азия өңіріндегі тұңғыш инклюзивті театр Қанаттылар театрының Роза Мұқанованың Мәңгілік, бала, бейне пьесасы бойынша дайындалған Қызжылаған қойылымын ұсынамыз. Молитва Лейлы о жизни девушки с инвалидностью, жертвы Семипалатинского ядерного полигона. Это великое произведение, которое смогло передать страдания казахского народа через горькую судьбу Лейлы. Более того, спектакль рассказывает о последствиях ядерных испытаний, о взаимной гармонии человека, природы, а также о важности нравственности. Символично, так как ровно 25 лет назад в Генассамблее ООН была принята резолюция о помощи Семипалатинской области. Қазіргі таңда Қазақстан ядролық қауіпсіздік саласындағы барша халықаралық келісімдердің белсенді қатысушысы болып отыр. Ендеше ханымдар мен мырзалар, Қуанышбаев театры сахнасында тұңғыш рет Қанаттылар инклюзивті театры Қызжылаған қойылымы қарсы алыңыздар. Ladies and gentlemen, please welcome premiere of the Layla's Prayer performance by Qanattylar Inclusive Theatre.
Лейла. Сен кімсің? Лейла. Лейла? Лейла? Папа? Лейла, папа? Не болды? Не болды? Лейла. Лейла. Неден шошындың? Қорқынышты түс көрді ме? Жүр, жүр. Беті қонып жүрші. Жүр. Сürgümeysin beni. Resmi. Sezimim bütün. Akılım dürüst. Kız bulamın kınısız. Bırak. Nalgiydim ben. Kendisine adam siyahtım. Al başkalarına adam siki жоқ. Адамдықтан ажыраған. Адам бейнің барлығын сүрер. Мүгедекпін. Мүгедекпін мен. Мүсәпірмін мен. Қарауылдың адамдары мені көрсе, мынау да бұл адамдар тәубасына келсін. Қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма? Солай деді жарығай. Сырласың да, мұңдасың да сен ғана. Айтшы, өзің айтшы, сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Өз менің бейініме. Мәңгілік, мәңгілік бала кейіпте. Тоқта, алыстамай сен менен. Асықпашы, тыңдай тұршы, өз жасыма лайық қыз болам. Естимісің? Ел қызығар сен сүйкімді әп-әдемі қыз болам. Жасқандың ба? Неге қаштың жарығай? Мен тағы келем сайға кездесуге сенімен. Қорқасың ғой, ә? Сен де менен түшігіп қорқамысың, жарығай? Қаладағы жалғыздан хабар келіп, туанып отырмын. Жақсы ғой. Ен жұрт
сыртта қалғандай болып, өлім жітім көбейіп, еңсе түсіп жұтап қалғанда мұнысы бір керемет хабар болды. Қуанғанда бір, қорыққанда бір. Біресе күліп, біресе жылап отырмын. Қатира құтты болсын, құтты болсын. Рахмет. Бірақ олар той жасаса, қалада жасайтын шығар. Енді қазір соңында ел бар, жұрт бар дейтін жас қалды ма? Екі аяғы көктен салбырап түскендей болады қазір. Ай, Қатира! Қатира, не болды? Не болды? Қашан болмайды, не? Байғыз шешесін тойға да шығармайды. Қойшы, кеше үйіне барсам, етегі жасқа толып жылап отыр. Не деген білесің? Өлемін дейді, қойшаңдып, өлем дейді. Олдар сорлы. Былтыр сол балама бәсекке салайын десем, апа, ештеңе салмаңыз. Біз полигонның тамағын жемейміз. Радиациясы болып кетті. Тамақтан салады. Қойшы, Қатша. Қойшы енді. Бәрі бірде өйдеймісің? Иә. Ой-ау, санасы бар емес пе? Әрине. Менің сол жалғызынан басқа кімім бар? Тойым қарауылда өтеді. Жолдастарым ерте келеді деп жазыпты. Ой-ой-ой, міне. Құдай мен сияқты жесірдің көк жасын көрген шығар. Жетімдік пен жесірлік босағынан арылмағалы қашан? Енді міне басымызға бас қосылып, балам үйленен деп жатса, той жазылмай отыратын Қатирама. Құдай қанса, мен деген бағай. Қуанайықшы. Алғаштың күніндей ай, текеметі түндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, іздемізге білмей ай, дедім ай-ай. Алғаштың күніндей ай, текеметі түндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, сіздерімізге білмей ай. Қайдан болушы? Сол өзіміздің қарауылда. Қарауыл? Қарауылдың қыздары дені сау бала туала ма? Қарауылдан емес. Қарауылдан емес. Қарауылдан десек жазар еді ғой мені. Қарауылдан емес. Шымкент болып жүрмесін. Шымкент болса бар ғой, қалың малды әкесінің күні кеткенше өмірді сұрайды. Солай ма? Мейлі. Қорадағы малым жалғызымның қызығы үшін жәтке. Сен анау қораңдағы 5-6 қараңдай тұрсың ба? Мұна бүкіл қарауылың малын салсаң да, олардың өнерші аңып кетпейді. Ләйла, бергеші. Не болды? Қатира, осы сенің жүрегің ғой, жын сияқты. Жылауы да тез, күлуі де тез. Енді бұрынғыдай емес, есейіп қалған жоқ па? Иә, қазір ол сенің сыртың түгіл ішіндегіні сезеді. Ой, Аллай. Сонан кейін бір енді алды бетіне қарап, деп жүргенді жақтырмай. Енді бұрынғыдай емес. Енді бұл биыл 20-ға толды. 20-ға? Иә. 22-ге болды мен.
Қатираны осының қасында қарайып жүргенде де тәуба деймін. Өзіме ерме, көңілме медеу. Кейде бар болғана. Оған ашылған, иә. Заң беріп айқайлаймын, содан кейін жақсы көремін. Иә. Мен қалсам бұда қалам. Мен қайғырып, уайым жеп, жыласам, мұның да жүні жығылып қасымнан шықпай. Қайтсын енді. Мұның сенетіні менің сенетінім бір Құдай. Ләйлә, кел, шай ішші. Жақын бол. Кел, шай ішші. Қарауылдың қатындары сендей мүгедектен айналып өтіп, соңынан күн шашып, тәубесіне келер. Адам деп емес, меңіреу, мүгедек, қор деп ұғар. Сен бұл кегіңмен тек қарауыл емес, күллі қазақты жүгер. Мазақтар болса, қажеті жоқ онда. Қажеті жоқ. Өздері мүсіркегені, өзі мазақтағаны. Жоқ. Ондай көйлекте киюге қарауылдың адамдарының жағдайы қайта. Сондай көйлекті білмек болады. Содай жаңа көйлек. Түп-түзу аяғына қарай түпе жарасыпты. Бір-біріне жым-жылы, жым-жұмсақ жеңіл. Қатираның өзі қызығып кетіп, тоқташ, мынауы жақсы екен деп қызғанышпен жеңіне тартып қалады. Түрім дейсің бе? Түрім әдемі.
қанша жолды байыма сияқты. Соңға қойла. Биік қабақ. Ақ құба қыз және келе жатады. Әдемі ғой? Айтшы, әдемі ғой? Жаным-ау, орындалмас арманға құлаш сермеп шаршадың-ау, зарықтың-ау. Күнәсіз-ақ періште, сен осы кімге сөйлеп отырсың, а? Кімге? Айға ма? Жоқ әлде тәңірге ме? Маған ба? Маған айтар қарсың жоқ. Айтпа. 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 Естітпе. Естітпе. Сарнағанды тыңдамайды болсаңыз. Айтпа. Айтпа. Өлтіргенмін. Жарығай, аппақ сұлу жарығай, жарықпай бір тіктіп кетші, жарығай! Қатиға? Көз ашып оқыған емес пе менің балам? Менің балам айтқан, қарауылдың жерінде суында құланған 330 жылға дейін дұрыс ұрпақ болмайды. Жастары түп-түгел қоныс аудару керек. Өшу керек, сақтану керек. Білесің бе? Менің сол балам Алматыда пәтер жалдап жетісіп жүрген оқшау. Мынау қаншаны қайдамасын, екі аяғын салақтардың төбесіне отырғызып қоймаса. Қайдан болсын. Апа! 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 Қатын алып беш. Қатын алам. Неге құдай ау? Қатын алам. Болды еппі жайым отыр. Мынау патшаны маңдайынан ол үйлендіріп жазбаған. Кетті ғой әлі құл жалғыз. Елжі қысқа бағылып. Анам барат деп атасына қояп, үйленіп тойына жасалады. Екеуіңізді қайтсын. Қарауылдың жерінде суында уланған деп жетті. Өлтірін. Келсіңіз, өлтірін. Қойсын. Олай демеймін. Мен ашуланбасын айта беремін ғой. Тойына шақырмаса, мынау жаман шешесінен алыстаған шығар. Әй, мұқа сен басын әйгеміздің екі мүшесі дін анан, өзінің жаны өзі дағы. Төре болсын, жолдала жамандық көрмесін. Апа, жыламаш бол. Жыласаң түрің жаман. Ой, көп болсын, мен түрімді не қыласың? Ода да бірән салып көрші. Қимайтын жан екенсің, жапияғай. Қарғамау кез болдың қой қапияға шіркін. Бүлдір жанарыңай, жастидан жамаланмай, алдым-ау мен қаралмай, қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сезімге жанармадым, еріксіз қалқам саған арманым. Қасыңа бара алмадым, сезімге жанармадым, еріксіз қалқам саған арманым.
Берге. Жақында. Ай, Сен қызың ба? Сен қызыңдар ғой, ә? Мен сен қызыңдар төбеңді оям. Ай, қайда болдың түн ішінде, а? Қайда болдың деймін саған? Ай, қанымды ішем. Түн ішінде жүргенге мүгедек сен түгілі қатын мен қорқам. Не білмейді бұна ба? Үнің өшкір. Сен бар ғой, сен шайтан десе шайтансың. Я, шайтансың сен. Су! Шайтан, албасты. Не? Құлауға жақпай қалды ма? Жақпай қалды ма деймін құлауға? Сен шайтансың. Су! Қайда болдың деймін саған? Қайда болдың? адам емеспіз бе? Далада жүрміз де. Адам емеспіз бе? Адам сыйқы жоқ кейпіңді адам етейін дедің бе? Сені жынның шығай деген. Сөйлет! Мен сені сұрақым бол, қайда болдың? Қораға банкір есіп кеттің ғой? Жұмыс бітті емес пе? Қайда кеттің? Айтпай, бол. Жұмбақтан шығыр. Сен бар ғой, бұдан болай. Кеш батқада үйден аттап қасып көрші, мойнын түзем. Мойнымды жама. Сыртым күлгенмен, жаным жылайды. Жанымды ойласа, терең сайда оралып қандырып кетер. Жын демес жөкіш. Сендер жындысыңдар. Дұрыс. Өлтіргенің дұрыс болмай. Білмесе, сенің анау шайтан қызын айналса, оның жанын айғайтар еді. Мәңгі мүгедек, мәңгі бала кейіпкер болып қалармын сен де. Сол сәтте үнін өшірмес педің чөкіш. Шыда, көрге жатсаң да, құлақ етіңді жеген мұңмен қалатын шыда, шыда. Құдай-ай, қырыққа келген азаматты жас балаша сүйретіп өтетін болдым ғой. Менен көріміз жақшақты, жандалығы болмаса, салт таяқ жүреді. Тозғаным-ай, тозғаным. Әй, осы мен өлмейтін шығарым. Соны қалың бейнеті көп адамға құдай отмай өлім бере ма? Мен патша болғаны қай заман. Кәмпескені де көрдім. Атаммен қашып, Қытайға да өттім. Одан да мал мүліктен жұрдай болып таланып, сәметке де келді. Мен не көрмедім? Мен аштықты да көрдім. Соғысты да көрдім, одан да аман қалдым. Мынау қарауылдың адамы тұрмақ топырағы тозып кетті. Мен әлі жүрмін. Радиация деген бәледен
Ләйләні алады. Айтшы, Ләйләні. Ләйләні? Апа, қатын алып берсем алды я? Қатын алып берсең, немере сүйесің ал. Оны қайтсам? Міне, жалында эко деген ойлап тұр. Әйел мен еркектің ұрығын қолдан дамытып, содан бала жасайды. Ара қарауының қасында өздері туа алмайтын болғасын. Сөйтіп көмектеседі дейді апа. Рас айтасың ба болтай? Рас па? Рас айтамын. Ләйлә, бергеш, берге. Ләйлә, берге. Ләйлә, енді үстіне таза киіміңді киіп, шашыңды тарап, жөнделмеймісің берге жақында? Жөнделмеймісің енді? Осылай, қазір қонақтар келеді. Содан кейін бар ғой, ана қалада келгендердің көзінше бар ғой, пьесасы күле берді, болады? Өзің жасап ұста. Содан кейін басыларына бантик тағып, терімен. Саған сен әлі бар ғой, бала қалпындасың, өзгермегенсің, тағыласың. Сен үлкен қыз деп ешкімді ойламайды. Содан кейін бар ғой, сөйліп кетіп, мынандай көйлек кимей, қысқарақ киім кисеңші көйлек. Қош, басыма бантик тағып, тақпайды. Қызыл көйлек кием. Жаным алсын. Айттым деп. Сен әлі сол бала қалпындасың. Есейгенсің. Есейген. Не? Бұл не? Ләйлә, түрің өзгермей, қолың қалай? Өсіп кеткен, Ләйлә, бұл жамандық білмеңізсің. Жамандық емес, қателесіп. Олай демеш. Мен де сенің шарым. Мен де. Уф, қарамашы ғой. Қорқам. Өзімде қорқам. Тойда құрсын, бармайын тойға. Тойда құрсын демей, сен құрын. Жүріп. Ұзын көйлемді кие берші. Қанаттылар. Қатшаптарды тойды қанға дайындағаттарымыз ғой. Апа! Маған кетті, не болды? Мен саған айтпаймын. Болып қайтпасаң айтпаймын. Жалғанды айтпаймын. Және қачақ сосын керек. Ал айтшы, не болды? Ләйләні аласың. Жоқтың баласынан қай жерден? Сен де ақылсың. Әперем. Аласың. Болдай, тез
қалай неге сөйлемейтін болып кеткенсің? Лейли, екеуміз билейікші. Екеуміз билейікші, Лейли! Шешесімен таныстырып алып кетті. Көрсетемін деп. Келін? Иә. Қайдан келін? Құман менің саққа. Құман,
Бейне. Қымат, сен мені сағындың ғой, Иә? Менімен үйледің? Иә? Неге Қызжылаған бұлары? Бейне, не өтпек дейсің шықпызға? Бейне, бір қарғының қармен билеп жүрсің, онда сенмен билеп жүр, қайтсын? Достабай қарапта көріпте шақырып, бірақ құмар сенің көңіліңде қимай, билеп жүр. Көңілімді қимай? Қатина! Ау! Не аяғы қолдайдың шаруасы ғой. Не ұқып отыр? Ұлықтың тойы өткізсін. Жеңін Ләйләға құдатсып келейін деп еді. Не? Көңілі өскен Қатина, әркімдікі өзіне, ай көрген көзіне демеймі? Екеуі бір-біріне ермек болады. Екеуміз қашанғы жүрер дейсің? Жарайды. Бұл қандай күйеу болса, Құдайдың бергенде, Ләйләні берем. Не? Болмайды. Сандалмаңдар. Неге ешқашан болмайды? Ей, қоңырламаңдар. Мен қарсымын. Сенен кім ақыл сұрап дейсің? Кім шарып ақылсың? Көзіміздің тірісінде нешелерін оқытып қоялық. Көмектесіп өтемін ғой үйренгенше. Бер Ләйләмді. Қанша айтып отырмын ғой. Ләйләні берем. Бұлар екеуі ұйқылы. Сендер мазақ қылсыңдар ғой, а? Сендерге көңіл керек. Мына шөкіштің жанына мадақны қойламайсыңдар. Рұқсат етпей шөкіш. Болмайды. Иә, күлем жүр. Тағы да мазақтайды. Одан да жерге кірем, ұялам, шықпайым саған. Әлі бақты болып кетесің Ләйләжан. Ләйлә, келесің бе? Жоқ демейін. Ләйлә! Жоқ. Ләйлә! Апа! Қыз болмай кеткір. Жаман болмайтын шешіліп тұрған шығар. Мен қақша. Сен осы арба баланы қарауға тастап кеткен соң, енді мына мүгедегімен қатын әперіп, қызық көрейін деп тұрсың ғой, ә? Болмайды. Өлтірем. Алла өлтірді!
сұп-сұлу аққайдай. Сен қандай әдемі болып өзгеріп кеткенсің. Айдай сұлу. Айдас. Сен де бақыттысың ғой, бейне. Құмар, сен бақыттысың ғой, иә? Сен де бақыттысың, бейне. Сен де бақыттысың, бейне. Сен де бақыттысың. Сен де бақыттысың, бейне. Шын айтам, бейне. Сен де бақыттысың, Ақтайлек. Сен де бақыттысың, Айлек. Сен бақыттысың, Айлек. Жақсы көрем. Құмардан дәл сендей жақсы көрем. Ол маған сенен де жақын жарығай. Тоқтаға қашпа менен жарығай. Екеуіңді де сүйем. Бірін жердегі қолым жетпес, үнім жетпес, арманымсың жарығай. Соған не керек? Öyle parmışsın işte. Cinsini al öyle. Kimin? Cinsini. Yok, kimin? Leyla! Leyla! Yok! Leyla!
Тезірек жыламыз, бәрекелді. Сырттағы қонақтар, үшке қарай ағыламыз, тездетеміз, бәрекелді ағайын, бәрекелді. Құрметті ағайын, қазаны қайнаған, ажары жайнаған, ұрпақ қызған, ұл тойлаған ағайын, берекелі әулеттің мерекелі дастарханына қош келдіңіздер ағайын, қошемет, бәрекелді. Тыныш. Біздің ортамызда сонау Астанадан келген қазақтың маңдайына өткен ер азаматы, үлкен ағамыз Балтабек Өмірбекович біздің ортамызға қонаққа келіп отыр. Бәке. Қош келдіңіз ауылға. Қош келдіңіз. Тыныш. Балтабек Өмірбекович, мен сізге сөз кезегін бергенде жөн көріп отырмын. Бәке. Сөз кезегі өзіңізде. Бәке. Рахмет. Ал, үйде сөзіңіз екенсіз. Келіңіз құтты olsun. Бастысы мынау жастар, бақытты olsun. Не дейміз енді? Той қыласа берсін. Бағанадан бері мына жігіттер мен туралы айтып таныстырып жатыр ғой. Одан да мен сізде өзімнің программамен таныстырып кеткен дұрыс шығар. Бәрекелді ағайын, қошемет. Бәкеге құрмет, қошемет көрсетеміз ағайын. Бәке, сөз кезегі өзіңізде. Мінекей 2 жасқа дейін тілегіңізді айтып жібере қойыңыз, бәке. Қарауылдың жылдар бойы ала алмай келе жатқан компенсациясын бергіздіретін боламыз дейді. Ой, бәрекелді, тамаша, бәрекелді. Ауылға 3 қабатты етіп мектеп тұрғызып, оған жаңа оқу жүйесін енгізіп, толық компьютермен жабдықтаймыз деп жазды. Ой, бәрекелді, тамаша. Компьютер болады алда. Барлығы болады, тамаша. Тыныш. Бәке, жалғастыра бер. Қарауылдағы мүгедек балаларға арнайы аурухана салдырып, оларға үкіметтен арнайы жәрдемақы тағайындайтын боламыз деп. Ой, бәрекелді, тамаша. Ағайын, құрметті ағайын, жәрдемақы аласыңдар, ақша аласыңдар. Бәке, жалғастыра бәке. Сосын мынау жаңа ауылдарыңыз кіре берсінде бір құлап жатқан ескі мекемені байқадым. Мәдениет үйі деймін бұрынға. Сол жерден бір театр ашсам ба. Әзірге осы, тыңдағандарыңызға рахмет. Осы айтылған жоспарлардың барлығын алдағы уақытта қолға алатын боламыз. Рахмет. Тамаша, бәкеге қошемет көрсетеміз А, ағайын. айтпақшысызды, Марк Габриэлидің «После тебя» деген кітабын оқығансыздар ма? Оқымағансыздар ма? Өй бала сөйлесің балармен. Өй кітапхана салды. Кітапхана салды. Салам. Ал, олай болса, біздерді... Бәке, мынандай керемет жүрек жарты тілектерден кейін, мынандай енді керемет әңгімелерден кейін, мынандай сөздерден кейін мен қалай бәкеме арнау арнамайын ағайын, бір Балтабек Өмірбекович шығарынап, бір арнау арнап жүрсем ағайын, қалай қарайсыздар? Қошемет көрсетейік ағайын, бәкеме қошемет көрсетейік ағайын. Қабыл алыңыздар. Бәке, кешір. Бәке, ал арнаулы қабыл алыңыздар ағайын. Той деп бүгін әлемде жақсы аламыз ай, депутатты бүгінде қарсы аламыз ай. Тойларыңыз ағайын, құтты болсын ай, сіздерге арнап біз бүгін ән саламыз ай. Күнсінған ай, отта тұрған ай, айлығай көзіне ашылған ай. Бекзаттармай, жекжаттармай, депутаттың ауылыңа кеп жатқаның ай. Күнсінған ай, отта тұрған ай, айлығай көзіне ашылған ай. Бекзаттармай. Мына қыз ба? Камераның жені, ләйлә ғой. Иә. Мүгіде?
22-де байғұстың түрі қорқынышты, я? Жоқ. Как раз болған дұрыс. Байғұс болған дұрыс, иә? Байғұс. Пайдаланыңыз бәке, пайдалана дедіңіз. Пайдаңызға жараса, мына мені де пайдаланыңыз. Айламаңыз ешкімді. Пайдалана дедіңіз, пайдалана дедіңіз. Ой, бәрекелді, пайдалана дедіңіз. Онда кірсіңдер. Ертең мына полигон құрбандарына қадалып жинап түсіріп. Сол жерде нағыз халыққа ел көзіне көрсетіп көтеруіміз керек. О, бәрекелді. Полигон құрбандарының символы. Міне. Осылардың жоқтаушысы. Ой, ара түсер жәрдемшісі болады. ай, бәрекелді, тамаша. Біз үшін болмаса да мына мүгедек балалар үшін береді. Ай, бәрекелді. Ай, бәкенің басы. Басың. Ей, күнін. Жаңа баланы мықты бастар жинаған. Астанадан келген Балтабек өмірбек ештеген халіне қатыстырайын. Мінекей, үлкен ағаң, депутат ағаң, Балтабек өмірбек ештеген қарайды, бейлер? Бәйдек, асырға да жасыр, бейлер. Қамы жолы басқа. Әппәдім, ләйлә деген ат ешқайда жоқ. Бәйдек, қарайыз. Ләйлә, келеді, да? Ләйлә, ертең мына ағаларың қарауылды қарап жүріп түсіріп соған сен біз апарамыз ғой. Апарамыз ғой, барасың, ләйлә, мына күнді жарады. Мен ол жерде журналистер ғой. Журналистер, газетпен де шығарады. Газетпен де шығарады. Жоқ! Бармайды. Барады деп сені кесіп қойдық. Жоқ, бармайды. Айтып ғой, көрінбейді. Мінезін білем ғой, келіспейді, болды барды. Болды. Қатирада де, ләйлә барма. Қатирада де. Қоштаса кетемін деп келгем. Алматыға жол жүріп барамын. Мені көрмегендерге сәлем айтарсың. Алматы басы, Алматының бастан ғана қашын. Сенің өзіңдей таза емес Алматы бейне. Сен жаныңдай таза емес. Ассалаумағалейкум, бауырым. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Айналайын, бауырым. Қалайсың? Ай, бауырым, мен сені сонау Астанадан келген Балтабек өмірбек ештеген ағамен таныстырайын деп отырмын. Мінекей, үлкен ағам Балтабек өмірбек шықты. Бәке. Ей, красавчик жүрген. Ей, тамаша жігіттің сұлтаны ғой бәке. Ей, бауырым. Мен қыз көрдім табам еді. Қазір барам. Ой, бәке, табам тапқанда ғана ей. Жігіттің сұлтаны табам. Ей, мақтауым встреча. Ей, бауырым, бірінші болды. Ей, ертең қарауыл жинап бармайды. Лақтың болғансың. Аттың алғашын көмек. Не көмек керек? Ей, қысқасына қыз болма сен де бізді қарап алды. Қарап алды. Көндірсейші саған көнеді ғой, бар. Сенің Алматыға жол жүріп барам. Ренжімен жігіттерді күнбейді бар. Күнбейді. Сен де күнбейден кетсі кетірсің ба? Все будет хорошо. Понятно? Хорошо.
мен саған айтып ұмытып кетіппін. Соған екеуміз бірге барамыз ба, Жоқ, сен мені түсінбедің. Мен қарауылда сені жақсы көргеннен қалыптым. Сені сағынғаннан қалыптым, Ақайбек. Барасың ғой, менімен бірге қаралшың. Барасың, Барасың. Бәрі, жүр, киімдерін жинайық. Жүр, Бармайтын жүр. түсінбедің. Ләйләсің, бармайсың ішіне. Түсінбедің, не оттап тұрсың? Ләйлә, ол сен сатып кетіп қайда отырған. Тыңдама, оттай керек. Тыңдама. Ләйлә! Болтай, тестеп жатсың, Болтай. Ал қолыңа! Болтай! Болтай!
Бүгін сіздерге өз өнерін сыйлаған Қанаттылар ерекше жандар театры. Qanattylar Inclusive Theater. Please welcome. Дамы и господа, инклюзивный театр Қанаттылар. Брави! Қанаттылар инклюзивті театрының жетекшісі, Director of the Qanattylar Theater Арнұр Ысқақов. Бүгін арамызда аталған пьесаның авторы, танымал жазушы драматург, мемлекеттік сыйлық лауреаты Роза Мұқанова ханым. Қошеметтеріңіз. Келіңіздер отырыңыздар. Қоюшы суретші, арт директор, Кәкім Әдият. Костюм суретшісі, костюм дизайнер, Хайролла Әбішев, Зекен Мода. Спектакльдің музыкалық редакторы, композитор Мансур Құдайберген. Және де Қанаттылар труппасына қошеметтеріңіз Жанғали Темірғалиев, Наргиза Мағжанова. Марина Ешімова, Мәдениет Есенгелдиев, Балтабек Иранбек. Асылзада Ахметқалиева, Гүлмира Шаймағамбетова. Басты рөлдерді сомдаған Малика Мұхтарова және Әлихан Нұрланұлы. Спектакльдің қоюшы режиссері, stage director Максим Абзалбек. Дамы и господа, мы благодарим инклюзивный театр «Қанаттылар», Казахский музыкально-драматический театр имени Қуанышбаева, команду ООН и Министерство иностранных дел в Казахстане за чудесные моменты искусства. Спасибо вам большое. On behalf of the United Nations country team in Kazakhstan, the flowers of honor to the team. Біріккен Ұлттар Ұйымы атынан ықылас гүлі Қанаттылар труппасына табысталады. Дорогие дамы и господа, говорят, что у нашего искусства есть большое будущее. Сегодняшний спектакль показал, что у него есть не только будущее, но и прекрасное настоящее. Құрметті ханымдар мен мырзалар, биылғы Біріккен Ұлттар күнінің салтанатты кеші осымен тәмам. Ал біз күнделікті жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Барлығымыз мақтан ететін дамыған әлем құруға барынша атсалысамыз. Әрине біз марапат үшін емес, адам әлеуеті, яғни сіздер үшін еңбек етеміз. Для тех, кто стремится к новым вершинам. Созидает лучший мир. Адам, қоғам мен табиғат үйлесімділігін сақтайық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ыстық ықылас пен ізгі ниеттеріңіз үшін көп рахмет, мыңда бір алғыс. Қазақстан Біріккен Ұлттар ынтымақтастығы ешқашанда толастамасын. Dear colleagues, we wish you all the best in all your endeavors. Thank you for your energy, dedication and engagement. See you soon. Тағы бір атап өтейік, сіздерге осы кеште өз өнерін сыйлаған Қанаттылар, ерекше жандар театры, қошеметтеріңіз. До новых встреч, дорогие друзья!
келесі кездескенше аман, сау, бай, қуатты болайық.